Біз қалай естиміз? Дыбыс дегеніміз толқын. Адам сөйлеген кезде толқын ауамен қозғалып барып, дабыл жарғағына жетеді. Дабыл жарғағы өте жұқа және жылжымалы қабықша. Сыртқы дыбыс жолдары арқылы дыбыс толқындары дабыл жарғағына, содан соң ортаңғы құлаққа өтеді. Дабыл жарғағы сыртқы құлақты ортаңғы құлақтан бөліп тұрады. Ортаңғы құлақтың қуысында бір-бірімен буын арқылы байланысқан үш есту сүйекшелері бар. Олар балғашық, төс, үзеңгі. Оралма тәрізді ширатылған ұлу дене бұл есту мүшесі. Ұлу дененің қуысы сұйықтыққа толы болады. Ұлу денедегі сезімтал жасушалар дыбыс толқынын қабылдап есту жүйкесіне өткізеді. Есту сүйекшелерінің қозғалысы дыбысты күшейтеді және ұлу денедегі сұйықтықты қимылдатады. Туылған кезде адамда әдетте 20 000 есту жасушалары болады.